Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде математика сабағынан қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептер. Өздеріңде балалар мына сызбаға қарайтын болсаңдар, жәнегі сызбадан екі автокөлікті көріп тұрмыз. Енді балалар, осы сызбада бізге не белгілі? Бұл жерде бізге бірінші автокөліктің жылдамдығы және екінші автокөліктің жылдамдығы белгілі. Сонымен бірге ара қашықтық 400 км екені белгілі болып тұр екен, ал бізде белгісіз ол уақыт. Яғни балалар, мына екі автокөлік бір-бірімен қанша уақытта кездесетіндігін біз жәнегі есептеуіміз керек. Енді балалар, бұл тапсырманы орындау үшін біз осындай сызбаны сыздық. Тапсырманы орындау үшін былай істейміз. Өздеріңде байқап тұрсыңдар, екі жылдамдық берілген, V1 және V2. Енді бізге балалар осы V1 жылдамдық пен V2-ні бір-біріне қосып, жақындау жылдамдығын тауып алуымызға болады. Екеуін қосқанда бізге жәнегі бір-біріне жақындау жылдамдығы белгілі болады екен. V1 дегеніміз балалар 40 км сағатына, ал V2 60 км сағатына жүреді дейді. Ол дегеніміз екінші жеңіл көлік. 60-қа 40-ты қоссақ балалар 100 болады. Бізде жәнегі 100 км сағатына бұл жақындау жылдамдығы. Км сағатына. Енді балалар, бізге жәнегі қанша уақыттан кейін осы екі автокөлік бір-бірімен кездесетінін білу үшін, екі көліктің кездесу уақытын білу үшін 400 км-ді, яғни ара қашықтықты, уақытты табу үшін формуланы мен жазып қояйын. Есті бөлеміз жәнегі V-ға, яғни V жақындау жылдамдығына бөлеміз. V жақындау жылдамдығына. Т дегеніміз бізде балалар 100 км, Т-ны табу үшін 400 км-ді бөлеміз 100 км сағатына. 100-ге бөлеміз. Яғни 400-ді 100-ге бөлетін болсақ, балалар 4-ке тең. 4 сағатта бір-біріне жақындайды екен. Мына екі автокөлік 4 сағатта бір-біріне жақындайды екен. Балалар, енді келесі тапсырмаға қарайтын болсақ, бұл біздің кітабымыздағы 111-ші беттегі 3-ші тапсырма. Былай дейді: екі ауылдан бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі велосипедші шықты. Яғни бір бағыттан біріншіден қыз бала, екінші бағыттан ұл бала қарама-қарсы екеуі бір-біріне келе жатыр. Арманның жылдамдығы 14 км сағатына, ал Әлияның жылдамдығы 12 км сағатына. Олар 2 сағаттан кейін бір-бірімен кездесті. Екі ауылдың ара қашықтығы қандай? Балалар, міне, бір ауылдан қыз бала шықты, екінші ауылдан ұл бала шықты. Екеуі бір-бірімен кездеседі 2 сағаттан кейін. Енді осы екі ауылдың арасы неше километр екенін бізге табу керек. Енді балалар, сызбаға қарайтын болсақ, бізге не белгілі? Бізге белгілі V1 жылдамдық және V2 жылдамдық. Яғни екі жолаушының жылдамдықтары белгілі және уақыт белгілі. Енді балалар, біз осы белгілі жәнегі шамаларды қолдана отырып, ара қашықтықты табуымыз керек. Ол үшін шешуі, жаңа айтқан болатын балалар, екі жылдамдықты бір-біріне қосып, V1 жылдамдыққа V2 жылдамдығын қосып, жәнегі жақындау жылдамдығын табамыз. Жақындау жылдамдығын. V1 12 бізде 12 км сағатына, оған қосамыз 14 км сағатына ұл бала жүрген болатын. Екеуін қоссақ 26 км сағатына жүреді екен. 26 км сағатына. Енді балалар, осы екі жылдамдық бізге жәнегі екеуінің жылдамдығын тауып алдық, жақындау жылдамдығын. Енді осы арқылы біз есті табуымыз керек. Есті табу үшін уақыт бізге белгілі, жақындау жылдамдығын, V жақындау жылдамдығына көбейтеміз уақытты. 2 сағатты көбейтеміз. Мына жерде мен формуланы жазып қояйын, Т деп. Енді балалар, 26 көбейту 2 сағат. 26-ны 2-ке көбейтетін болсақ, 52. 52 бізде километр болады. 52 километр. Олай болатын болса, балалар, екі ауылдың ара қашықтығы 52 километрге тең болады екен.